Барлықтарыңа сәлем. Бүгін запись алақ. Ең соңында біз өзіміздің пэкэжімізді, модулімізді, пэкэж емес, негізі модуль. Модулімізді создавать етіп, оны басқа жерде қолдануды үйрендік. Енді бүгін біздер іште уже дайын модульдарды қолданып көреміз. Көрсеткім келетін модуль math деп аталады, бірақ оны импорт жасаудың қажет жоқ, require деп. Ол бірден бізде бар. Оның өзінің методтары, math деген бар. Сосын оның ішінде мысалға py деген бар. Py деген ол число пи. Так, осылай болсын. Осыны жетіге кірейік. Енді осыны жүргізсек, осы число пи шықты. То есть, уже системада Node.js ішінде дайын math деген модуль бар, оның py деген несі бар, параметр бар. Property, параметр емес, property. Ол константа, оны өзгертпейміз. Бізге осы py число пи керек болған кезде, пи саны, оны осылай қолдана аламыз. Және де бізде тағы math деген негізі math, сосын точка десеңдер, ішіне не бар екен көрсетеді бірден. Мысалға SQRT 2 деген ол 2-ның корені да, түбірі, сол сан. Сосын мына жерде мынандай параллелепипед знак бар нелер көк түсті. Олар константалар деген сөз. Ал мыналар кубтар, олар методтар, яғни функция деп айтсақ болады. Но бірақ модульдің ішіндегі функциялар ол метод деп аталады. Сосын мына екі соңғылары не үшін бұлай тұрғанын білмеймін. Ол просто VS-Code-ның өзінің предложениялары екен. Яғни көрсеңдер, мысалға тангент, SQRT-де мысалға корень, осыны қолданып көрейік. Мысалға 16 десем, төрт шығып тұр да. Тағы не бар екен көрейік. ABS деген ол абсолют деген сөз. Мысалға минус 1, давайте минус 123 и просто 123 десем де 2 күндеде 123 қайтарады. Яғни абсолют ондай. Обычно математикада оны бүйтіп нетеді да. Осындай знак та. Осындай жақшалар қояды. Абсолютный значениесін қайтарады. Так. Сол сияқты асинус дейді ма? Так. Сосын seal деген бар. Seal дегеніміз ол міне осылай всегда бүйтіп наводить деген кезде осылай документациясын оқысаңдар болады. Ол дейтін бір санды қабылдайды екен. Ол қайтаратын несі? Returns the smallest integer greater than or equal to its numeric argument дейді. Мысалға, давайте 1.5 дейін. Артықтарын пока комментқа таға салайық. 2 қайтарды. Негізі бұл seal деген, sealing деген ағылшынша сөз бар, sealing деген. Потолок деген сөздің қысқаша түрі ғой. Яғни, егер сізде сан болса, жаңағы бөлшегі бар сан болса, онда оны жоғарыға қарай раунд жасайды, жоғарыға қарай округлять етеді. Sealing деген округление вверх, в общем. Бірақ егер сіз бір берсеңіз, бір сан берсеңіз,
ол уже бірді қайтарады да. Себебі округление вверх ол так-то бірде тұрғандықтан ол уже сол округление вверх сол бірге ғана жетеді. Ал егер бір хотя бы 0,000.1 десеңіз уже 2 болып кетеді. Вот сондай момент бар. Так, қарайық тағы да не бар екен. Осындай примерларды қалдырып кетейін. Бұларды да. Так, сосын не бар? Floor деген бар. Ол наоборот пол деген мағынаны білдіреді. Floor деген. Ол наоборот астыға қарай округление вниз. 1.6 мысалға 6 десеңіз 1 дейді. И 1.999 десеңіз де 1 дейді. Бірақ просто 2 десеңіз 2 дейді. Сигл сияқты, бірақ наоборот вообще. Так, сосын round деген бар. Маяқтан тауылайық. Ең основной қолданылатындарын көрсетіп отырмын. Round деген ол кәдімгі округление. 1.5 болса, мысалға 2 дейді, бірақ 1.4 болса 1 дейді. Кәдімгі округление. Сосын сол сияқты тағы да бір не бар? Random деген. Random ол любой не 0 мен 1 арасындағы любой рандомный санды қайтарады. Қараңдар. Қазір ол осындай 13, 55, 89 бірнеше деген санды қайтарды. Бірақ тағы да жазсам, уже басқа санды қайтарады да. Көрдің бері 13, 54, 45, 53 дейді. Тағы да сен уже 94, 54, 26, 77 дейді. Тағы да жасам 87 и вот осылай ауыса береді рандом. Бірақ айтайық, мен мысалы 0-ден бастап 100-ге дейін рандомный числоны шығарғым келеді. Ол не деген сөз? Просто осыны 100-ге көбейтесіз. Сол кезде ол 0-ден 100-ге дейін жасайды. 82, 47, 54, 84, 59. Бірақ, скажем, мен тек қана сандарды бөлшексіз қабылдағым келеді дейсіз да. Онда осыны аласыз да. Math.round дейсіз. Сол кезде ол санағыдай сандарды қайтарады да. Бірақ мынау math.round оны алады да не округлять етіп береді. Айтайық, мысалға 0-ден 100-ге дейін емес, мысалға тек қана 50-ден 100-ге дейін десеңдер, онда мынаны 50 дейсіңдер де, мынаққа 50 қосасыз. То есть арасында әртүрлі операциялар жасауға болады. То есть мынау негізі 0-ден 50-ге дейін ғой. Бірақ мынақта 50 қосқандықтан ол 0-ден басталады да 100-ге дейін барады. Вот, осындай әртүрлі заттар жасауға болады. Егер чисто так, мынау тұра берсін. Егер чисто тақ сандар десеңдер, онда math.round, math.random көбейтілген мысалға 0-ден 100-ге дейін, бірақ тек қана тақ сандар десеңдер. Онда осыны раунд жасайсыңдар да. 2-ге көбейтесіз, мынақта 50 дейсіз. То есть, мынау 0-ден 1-ге дейін, мынау 0-ден 50-ге дейін, мынау соны округлять етеді, то есть андай точкадан кейін знактары болмайды уже.
0-ден 50-ге дейін болғандықтан 2-ге көбейтсеңіз 0-ден 100-ге дейін болады. Бірақ уже тек қана тақ сандар. Мысалға мына жақта мынаның барлығы 0-ден 50-ге дейін, ол мысалы 45 болса, мынау уже 90 қылып жібереді да. 44 болса, мынау уже 88 қылып жібереді, типа сол сияқты. Так, мынаны алып тастайық. Байқасаңдар 0-ден 100-ге дейін тақ сандар шығып жатыр тек қана. Осындай әртүрлі манипуляциялар жасауға болады. Енді min деген бар, сосын max деген бар. Екеуі бір-біріне ұқсайды, бірақ просто наоборот та. Так, мен тебе түсіндірейінші. Салқын болып кетті. Ол не істейді? Ол екі санды қабылдайды. Екеуде. Жоқ, бірнеше санды қабылдай береді екен ғой. Қанша сан бересің, сонша қабылдай береді. Мысалы 1, 2, 3 десек. Мына жақта 1, 2, 3 десек. Не обязательно осындай возрастающий порядокта или какой-то порядокта беруге. Любой порядокта сандарды бере бересіз, бірақ өтір арқылы да, кәдімгі функция шақырғанда. Ол минді 1 деді, 1, 2, 3-тің ішінде. Максты 1, 2, 3-тің ішінде 3 деді. То есть максимальный санды табады, минимальный санды табады. И не обязательно 3 сан болған. Даже 1 сан болады, как я понял. Сол кезде екеуі де 1 болады. Потому что мына жақта 1-дің ішінде минимальный сан 1, макстың ішінде минимальный сан 1. Мысалы, мынау минус 1 болса, мынау минус 1 болса, min минус 1, макс 1 болады. Вот. Так, енді тағы қандай бар? Көп қолданатын ескі қара жерейін. Pau деген бар. Не, много. Так, сосын тағы не бар? Ескі өтейдіні көрсеттім уже. Pau ғана қалды. Ең көп қолданатын. Pau деген power of. Просто санды не дәрежесін табады. Бірінші сан ол жаңағы қай санның дәрежесін тапқым келеді, сосын қай дәрежені тапқым келеді. Мысалы 5. Ответ 22 болу керек вроде. Да, 22. То есть 2 в степени 5. 22 болады. Енді мысалға бірақ 2 в степени 6 болса, уже 64. Вот, осылай. Так, сол. Осы math деген модуль туралы сабақ. Олар әрқайсысы не істейді, егер түсініксіз болса, просто осылай наводить етесіз, и ол түсіндіріп береді, не істеп жатқанын, қандай не қабылдайды. JavaScript-ның өзінің встроенный модульдарында, функцияларында бәрінде осындай документация бар. Келесі сабақта Node Package Manager'ды түсіндірем. Осы бір видеода болады. Короче, пока осылай бөлек-бөлектен. Қазір мен асинхронный деген нәрсені түсіндіріп кеткім келеді. Басында кішкене теория болады, сосын примерлармен көрсететін боламын. Асинхронность деген не ол? Вообще, компьютердің жұмысы ол процесстерді выполнять ету. Бір программа бар. Программаны запускать еткен кезде ол процесске айналады. Және сол процесстерді ол өзінің жаңағы процессордың мощностьсына қарай, архитектурасына қарай, ол сол затты бірнеше программаларды орындау үшін, яғни сізде мысалға VS Code ашылып тұр, сосын бір жерде мысалы менде браузер ашық тұр, сосын видеоны жазып жатыр, олар әрқайсы бір бөлек процесстер. Солардың барлығын бірге жұмыс жасау үшін, егер сізде single core болса, яғни қалай айтатын еді, орысша ядрода бір ядролық компьютер болса, онда соның барлығы бәрі однолинейно выполнять етеді. Просто тез, настолько тез орындайды, что сіз разницасын байқамайсыз. Ол негізі, мысалы баяғы компьютерлар, қазір енді бір ядролық компьютерлар почти жоқ қой.
бірақ баяғы компьютерларда бір ядро болған кезде ол мысалы VS кодты там 1 секунд выполнять етеді или там 0.1 ну сіз байқамайтындай тез жасайды, потому что 1 секундтың ішінде минимум 9 миллион не операция выполнять етеді да. Одан да больше қазір. Бұрын 9 миллион болатын примерно. Сосын соларды настолько тез орындайды, что келесі мысалға уже браузердің шаруаларын бітіріп жатқан кезде оның барлығы бірге жұмыс жасап жатқан сияқты болады да. А на самом деле ол мысалға 0.1 секунда seconds ол мысалға VS кодты, Visual Studio кодты 0.1 давай сек дейді просто. Кішкене теория бұл, код емес, просто теория түсіндіріп отырмын. На нені внимание не обращайте. Мысалы браузер дейді. Сосын 0.1 секунд мысалға видео рекординг, скрин рекординг. Мен экранды жазып жатырмын ғой. И осыларды жасап шығарды да. То есть осының барлығына 0.3 секунд кетті да всего лишь. И ол қайттан осыларды қайтады. Егер менде тек қана осы программалар ашық тұрса, например. И ол настолько тез бәрін жасайды, что сіз байқамайсыз, что ол бір программаны бітіріп, екінші программаны жасап, үшінші программаны жасап, бәрін по очереди жасап отқан. Как будто барлығы бірге жұмыс жасап отқан сияқты болып тұрады. Енді не нәрсе бар бізде? Еще 4-ядерный, 8-ядерный деген нелер бар, процессорлар бар да. Мысалы көбінесе қазір 8-ядерный дегендер популярны, сосын тағы да одан да күшті болса 16-ядерный, 32-ядерный компьютерлар бар да. Вот, и солардың айырмашылығы не? Это то, что олар шынымен де екі нәрсені одновременно жасай алады. Яғни, мынау егер... давайте мынау тайм болсын да мысалға. Мынау қай уақытта жасады? 0.1 компьютер қосылды мысалға 0.1 секунд өткен өткенге дейін 0.0-ден бастап 0.1-ге дейін мынаны жазады, 0.1-ден бастап 0.2 секунд арасында осы браузерде жасады, 0.2 мен 0.3-ның арасында ол скрин рекординг жасады да, қайттан алады, например. И осылай секіріп тұрды да. Новый программа ашсаңыз тағы да соны қосады осы списокқа. Это single core. Давайте на ночь оценим. Осы қатыға салайын, қазір қолданамыз. Single core. Содан кейін бізде не бар? JS емес, давайте MD болсын. MD деген markdown файл. Просто тексттер жазуға, стилистикасымен. Бізде single code. И получается, егер сізде компьютер 4-ядерный или... Давайте біздің примерімізді, пусть будет біздің компьютер 2-ядерный. Dual core, да? 2-ядерный. Онда мынаяқта бір уақыттың ішінде time бар, еще core 1 бар и core 2 бар да. Біріншісі алады да, екеуде 0.0-ден бастайды да. Бірақ 0.1-ге дейін ол бірінші core 1 алады да, понятно, уже секунда екен. Нені жасайды? Мысалы, VS кодты жасайды, и еще скрин рекординг жасайды. VS кодты жасайды, а мынаяқта ол
Screen recording жасайды. Screen recording. Мына жақта уже келесіде 0.1-ден 0.2-ге дейін Core 1 уже VS код жасамайды, уже браузерді қосады, браузердің шаруаларын жасайды да. Мысалға там біреу кнопканы басты, біреу бір видео қарап жатыр, оның әр несі новый кадрын көрсету керек экранға да. Мысалға 1 секундта 24 кадр бар деп айтсақ кинода, оның каждый кадрын өйстіп бір бөлек задача қылып ол обновлять етіп тұрады. Например, ол да бір жұмыс компьютердің. Сондай нәрсе жасап жатыр. Бірақ мынау все равно не жасап жатыр, например, screen recording. Не обязательно именно осылай жұмыс жасайды, бірақ примерно сендер түсінсін деп. То есть бір кор уже өзіне бір задачаны бөліп алады, басқа кор өзінің бөлек задачалары. И мына VS код пен screen recording одновременно жұмыс жасап жатыр, да? Потому что бізде уже как будто екі процессор бар сияқты. Егер турт болса, онда VS кодты біреу жасайды, біреу screen recording жасайды, біреу браузерді жасайды. И төртіншісі мысалы бос тұрады, например. Түсіндіңдер ғой? Бәрі одновременно жасай алады сол кезде. Тайм деген мағына шоу ғой. Так, енді бізде не бар? Бұл көп тілдерде, мысалы Java тілінде язык ол тред деп аталады. Міне, мысалға біздің бір программа жазған кезде, ол сразу бірнеше жаңағы процессорларды, бірнеше ядроларды қолдана алатындай мүмкіндігі бар Java-да. Мысалы, сіз бір программа жазасыз, и айтасыз, мына нәрсені, мен мысалға, for loop-ды бір корда жаз, анау, мысалы, first for loop, second for loop-ды басқа бір корда жаз дейік. First core, second core. И на екеуі зато одновременно жұмыс жасайды да. Егер олардың жұмыстары связан болмаса, егер они не пересекаются, вообще екі түрлі нәрсені жасайтын болса, онда өйстіп бөліп ал дейді да, мысалға. Например, Java. Басқа тілдерде де бар, бірақ просто пример келтіріп жатырмын да. Енді не бар? Бізде JavaScript бар, біздің үйреніп отқан. JavaScript-та қалай екен? JavaScript-та осы нәрсе бар тоже, бірақ именно Node.js-та осы нәрсе бар Node.js-дің ішінде, бірақ ол не так, ол, короче, Node.js-дің фишкасы емес. Node.js-дің фишкасы ол многопоточность. Многопоточность деген бірнеше, бізде тек қана, точнее, бір поток бар, бірақ бізде асинхронность деп аталады. Ол бізде бір поток бар, бір core бар, тек қана single core. Даже сен компьютерінде 16 core болса, ол тек қана бір корын ғана алады өзіне полностью. Бірақ ол не істейді? Ол алады да кодың ішінде I/O деген нәрсе бар. Input output да. Input, no output. Осы I/O-ға қатысты или blocking operations о I/O. Blocking operations деген блокирующий операция. Мысалға, бір ұзақ істелінетін нәрселер бар да. Мысалға айтайық, бір үлкен бір нәрсені санау керек. Мысалға бізде базаданықта қаншама юзер бар. И компьютер санайды да, бүйтіп отырды санайды. Қанша юзер бар екен деп санайды. Или мысалға барлық біздің сотрудниктардың осы айға қанша зарплата беру керек екенін санап шығу керек. Жаңағы результаттарының бойынша. И ол бір уақыт алады. Ол даже аз уақыт болса да, бірақ егер ол часто болатын болса, мысалы көп сұралатын сұрақ болса, онда ол нәрсе
блокировать етеді біздің кодты. И получается басқа істеу керек нәрселерді жасау үшін ол күтіп тұрады да. Бірақ JavaScript оны күтпейді. Ол просто бэкграундта жұмыс жасап тұрады, санап тұрады, а біз басқа заттарымызды жасай береміз. Сосын соны ответі келген кезде біз сол жерге қайтып келеміз да. Сол не істеу керек, сол информациямен. Сол зарплатаны қанша төлеу керек екенін білдік. Енді не істеу керек дейді да. Мысалы төлеу керек сол зарплаталарды. Соны жалғастырады. И сондай блокинг операцияларды ол просто делегировать етеді, грубо говоря. Өзі ары қарай кодты орындай береді. Сондай бір ерекшелігі бар. Енді біздің кодқа келген кезде ол қандай не береді? Қандай преимущество бар біздің код жазған кезде, как это использовать вот эту силу. Давайте бірінші set timeout'тан бастайық. Теорияда, потому что қатты түсініксіз болуы мүмкін, бірақ по-любому кішкене түсіндіру керек болды, чтобы какой-то контекст бол, не туралы айтып отқанымда. Set timeout деген нәрсе бар. Ол жаңағы Node.js-тің өзінің встроенный функциясы. Ол не істейді? Ол айтады, мынаяқта менде бір функция бар дейді да, callback ше, помните? Сол бір функцияны қабылдайды ол өзіне, еще санды қабылдайды. Ол сан не? Екінші сан. Ол санымыз қаншама секундтан кейін осы функцияны шақыру керек. Мен мынаяқта 2000 дедім, 2000 секунд емес, миллисекунд қой. Тайм-аут деп тұр. Миллисекунд. 2000 миллисекунд это 2 секунд да? Ну, білмеймін, миллисекунд па, әйтеуір 1000 деген это осы 1 секунд означайды осы жақта. Мен 2000 дедім, 2 секунд күтеді, сосын ғана мынаны шақырады да. А ол не істейді? Ол по сути console.log finish дейді. Кстати, егер сіз бүйтіп жазсаңыз, ол ішіне көп код жазу болады да, былай. Мысалы, мынаяқта console.log бірдеме деп. Но если я знаю, что мне только одну вещь надо сделать, мне не обязательно вот эти вставлять. И он еще бір прикол бар, осындай код всегда сразу прямой return жасайды осыны. Осылай жасаңыз, это как будто вы вот так написали. Хорошо, если без скобок. Енді осылай жаздық. Set timeout дегенді қалай қолданамыз? Получается, осы 2 секунд өтті. 2 секунд өткеннен кейін осыны шақырады. Но в чем прикол? Осыдан кейін не болады, солар істей береді. Давайте просто бірінші мынаны қарайық, не болады екен. Қате болды. Потому что мен индекс Node.js, индекс 2 дедім, индекс 3 деу керек. 2 секунд күтті, финиш деді. Көрдіңдер ма? Сразу шыққан жоқ. Вот. Егер бүйтсем қалай болады? Қазір разницаны бақайсың. Қазір мен интерде басқан кезде ол сразу финиш деп шығады. Көрдіңдер ма? Енді мынау. Давайте бүйтейік. Мен бірінші set timeout деймін, сосын finish деймін, сосын console.log log for test деп қояйық. Хотя мен мына код бірінші тұр, бірақ бірінші мынау шығады. 2 секунд өтеді ол мынаны шақырғаннан кейін. Содан кейін ғана finish дейді. Log for test 2 секунд өтті, finish деді. Console.log after calling set timeout. No, before calling set timeout. Time out finish дейді. Before calling, after calling болып қалды да сразу. Содан кейін барып 2 секунд өткеннен кейін, давайте мынаны даже 3 дейік, 3 секунд болсын. Before calling деді, сосын after calling сразу мынаны істеді. Сосын мынаны set timeout'ты оқығаннан кейін 3 секунд өткеннен кейін барып timeout finish шықты. Вот, сондай set timeout деген функция бар. Соған ұқсас set interval деген бар. Set intervalдың айырмашылығы
интервал деп жасайық. Енді қараңдар. Set интервал просто дәл осы set time out сияқты, бірақ ол мына жаққа 3 дедік па мысалға. Ол каждый 3 секунд сайын осыны істей береді. Мына функцияны қайталай береді. 3 секунд өтті ма түк дейді. Тағы 3 секунд өтті ма тағы да істейді. 3 секунд өтті ма тағы да шақырады интервалды. Консолог интервалды. Так, на практике before болды, сосын after болды, сосын интервалды 3 секунд өткеннен кейін жасайды, міне. Тағы да 3 секунд өтті, тағы да интервал жасады. Тағы 3 секунд өтті, тағы шақырды, міне. Көріп отырсың ба, өзгеріп жатыр 3 секунд сайын. Көрінеді ма? Вот солай. Енді жасадық, окей. Бұдан шығу үшін Ctrl-C-ді басу керек. Ctrl-C. Или Windows болса, может басқа шығар. Басқа... Қандай кнопка бар тағы да Windows'та? Alt-C ма? Ну, скорее всего, Ctrl-C дегенде уже шығу керек, по идее. Осы терминалдан. Но потому что ол бесконечно жасай беретін болғандықтан ол өзі шықпайды да. Сіз бұған бітір деп айту керексіз да. И Mac'та Ctrl-C, бірақ сендерде, скорее всего, тоже Ctrl-C, я думаю. Так, осылай, в принципе, осы называется асинхронность. Это когда мынаның шаруасы асинхронно болып жатыр да, понимаете? Мынаны дальше істей береді, а мынаны уже уақыты келген кезде осыны орындайды да, callback'ты орындайды. Это вот асинхронно, значит. Уақыты келген кезде орындайды. Уақыты келді ма, 3 секунд өтті ма, дейді да, консолог интервал дейді. Сол сияқты, мысалға, базадан жаңағы юзерлардың списогі келді ма, давай онда сол юзерлермен жасайық, мына қазір жасап жатқан жұмысын тоқтатып тұрайық дейді да, и сол юзерлермен жұмыс жасайды. Например, да, басқа бір программа болса. Вот это вот асинхронность туралы. И соны мен сіздерді жайлап неге дайындап отырмын? Бұйырса бэкэнд жасайын деп отыр қой жайлаптан. Соған бэкэнд, телеграм бот, соларға керек тақырыптар, сондықтан сол жақта қолданып болғандықтан жайлап дайындап түсіндіріп жатырмын.